Баршаңызға сәлем, менің есімім Жанар. Балық адам ағзасына пайдалы дәрумені мол тағамның бір түрі. Танымал тағам, оның пісіру өте қарапайым болғанмен, балықтың дәмді, қытырлақ, шырынды болып шығуының бірнеше ережелері бар. Мен бүгін сіздерге өзімнің қалай балықты дәмді етіп, қытырлақ етіп, шырынды етіп, өте керемет, әдемі болып шығудың рецептімен бөлісемін. Балықты алып, жақсылап тазалаймыз, сыртындағы қабыршақтарын аламыз, ішін тазалаймыз. Содан кейін оны ағынды суық сумен жақсылап жуамыз. Онан кейін оны сыртындағы ашылық беретін қара пленкасын алып тастаймыз міндетті түрде. Сөйтіп оны кішкене кусоктарға жақсылап бөлеміз. Бөлінген балықты алып, бір жағынан екінші жағына аударып, қолымызбен тұзды арасына сіңгенше жағып, жақсылап жағамыз. Өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштер сепсеңіздер болады. Мен бүгін қара бұрыш пен қызыл бұрышты сеуіп, маринадтап қойып қоямын. Әрбір кесілген балыққа ұн қосамыз, көбірек қосып, екі жағын аударып араластырамыз. Қызып тұрған майға осылайша қуырып аламыз. Бір жағынан екінші жағына аударып, қызартып қуырып аламыз. Май қатты қызу қажет. Осылай қуырып аламыз балықты. Мінекей қуырылған балығымыз дайын болды. Өте керемет, өте әдемі түрі, қызарып піскен, дәмі керемет, қытырлаған дәмді балықты осылай дастархандарыңызға ұсынсаңыздар болады. Өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай балықпен қосып, гарнир қосып берсеңіздер болады. Макарон, картошка, күрішті қайнатып, гречканы қайнатып қоссаңыздар да өте керемет болады. Осылай балықтың қытырлап осындай әдемі пісудің ерекшелігі ол ұнның арқасында. Ұнды көбірек сепсеңіздер, балық табаға жабыспай қуырылады. Қуырылған балық қытырлақ болып шығуы ол ұнның арқасында. Осы рецептпен сіздер де міндетті түрде дайындап көрсеңіздер болады. Ұнайды деген ойдамын. Өте керемет шығады. Сіздермен болған мен Жанар. Барлықтарыңызға ас болсын дегім келеді. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.